Қара боз торғай, лат. Торғай тәрізділер отряды боз торғай тұқымдасына жататын құс. Қазақстанның жусанды бозды далалы алқаптарында кездеседі. Қара боз торғай торғайдан ірі, оның тұрқы 20 сым, қанатының өрісі 14 сымы, құйрығының ұзындығы 8 сым, салмағы 60 кг. Мекиеннің реңі өзге боз торғайларға ұқсас болады. Ал қоразы жазда қара, қыста жотасы бозғылттанып, қара түс бауырында ғана сақталады. Оның сирағы да қара түсті, ал тұмсығы сарғыштау болып келеді. Бұлар жазда жұптасып жүреді де, ұя салмаған кезде топтасып ұшады. Жерде жорғалап жылдам жүре алады, ұзақ шырылдап тез ұшады. Қара боз торғайлар жазда және күзде өсімдік тұқымдарымен, ал көктемде шекшектерді, шегірткелерді, қоңыздарды қорек етеді. Астық тұқымдастарының дәнін де теріп жейді. Су маңындағы жерді шұңқырлап ұя жасайды. Кейде қазылған шұңқырларды да ұяға пайдаланады. Сәуірдің ортасынан бастап мекиені ұясына 5-6 жұмыртқа салып, 15-16 күн шайқап балапан шығарады. Балапандарын қоразы мен мекиені бірігіп қоректендіреді. Қара боз торғайлар жаз айында 2 рет балапан өргізеді.